Эй, Eagles! Бүгін сендер үшін тағы да жағымды жаңалық. Нақтырақ айтсақ, 91-дық Зак өзінің алғашқы бейнебаянын түсірді. Оған үнтаспадағы байыпкет трегі таңдалған. Қайсет деп отырсаңдар, естеріне салайық. Ол мынау. Көз алдымда мәңгі үміттерін зираты, күнді керек сыйлату, менің жоғалтарым жоқ, тәуекелден тиятын. Аяқ астынан бейнебаян түсіреміз деп шештік. Мен досым Мади, режиссер, келіп өзінің идеясын айтты. Бәрі тез-тез ұйымдастырылып, тез-тез түсіріліп кеткен болатын. Тез-тез түсірілген бейнебаянда халыққа тек байып кетуді тілемейді. Керісінше, үлкен бір философия бар. Мен өзім ауылдан шыққан адаммын. Ауылдан қалаға шыққан кезде қандай сезімде боласың деген сияқты сондай байып кетудің амалдарын іздеу барысында бір үлкен әлемнің ішінде жалғыз өзі адасып жүрген адам жайлы. Әрине, Дулаттан Eagles бір жақты трек күтпейді. Оның түрлі ойларды бірге жеткізетін әдеті бар ғой. Сол себепті мұнда байып кетудің философиясы ғана емес, мотивация да жетерлік. Кішігірім мотивация бұл жерде. Әсіресе ауылдан келген балаларға, оларды көбісі менсінбейді. Андай Мамбет дейді, тағысын тағы әртүрлі не қылып тастайды. Одан кейін жалпы ол адамға бір блок қойып тастайтын сияқты. Өзімде сондай болған біраз уақыт. Сол үшін блоктан шығыңыздар, оны өздеріңіз қойып алдыңыздар. Сол үшін не қылса қозғала бер. Айтпақшы, бейнебаянның түсірілімі барысында 91-дық Мега Ми Метро Мэнмен төбелесті ме белгісіз. Әйтеуір екі тісінен айырылып қалыпты. Арасында бейнебаянның барысында тістерім ісіп кете берді. Мұз болған жоқ жанында. Сол үшін бейнебаянның кейбір жерлерінде мен тістерім ісіп тұр. Сосын негізі ән жерде андай көз алдымда мәңгі үміттердің зираты деген жерлерде мысалы көз алдымда мәңгі үміттердің зираты деп айтып тұрдым негізі. Қатты байқалмаған шығар енді? Қатты көрінді. Дәл сол жерін Eagles іздеп қарайтын болды ғой. Деген мем шығып кетіп жүрмесін? Жарайды. Айта кетейік, музыканттың екінші альбомы дайындалуда. Дулаттың алдыңғы үнтаспасымен салыстырғанда алғашқы дүниесі ішкі жеке заттармен бөлісуге арналыпты. Былайша айтқанда өзімнің адамдарыма арналған заттар болды. Сол үшін де сондай бір бейнебаян түсіремін, тағы да бірдеңе істеймін, оны бүйтіп дамытам, қозғалтам деген ой болған жоқ. Екінші альбом мүлдем басқа болады. Ондағы тректерден бейнебаян мен фиттер күтіңіздер. Эксперимент болады, тағы басқа бірдеңесі болады, жаңа деммен кірем. Бәлкім ол жерде мүлдем мен болмаймын, фиттер болу керек ол альбомда, міндетті түрде. Домалақпен бір фит болу керек деген ойдамын, бәрі дұрыс болса. Және тағы да басқа көптеген адамдар бар, өзіміздің қазақ тілінде жасайтын күшті орындаушылар. Жазылу барысы баяу болса да күтуге лайық сияқты. Осылайша Зак тосын сый дайындауда. Ал сөз соңында Eaglesға жолдама. Қорытындылай келе, мен жанкүйерлеріме жолдама. Дұрыс әндер тыңдап, дұрыс көңіл күйде жүріңіздер. Дым мұңаймай, мотивацияға толы болып өмір сүріңіздер. Сіздермен әрдайым болуға тырысамыз. Алдарыңызда ZQ, AK91 тобындағы рэп орындаушы андай мәтін жазады еще арасында. Көріскенше.